Ерте кезде қазақтар жылдың басын көкек айынан бастаған. Көкек көктемнің алғашқы айы болғандықтан, шаруа кеттеген көшпенді ел бұл айды асыға күткен. Көкек келді, көктем келді. Көкек келсең көптен бер, көптен берсең көпке бер деп тілек сол кездерден қалған. Ал наурыз көкек айында басталатын ұлы мерекенің аты. Жақсы сөзді жарым арысқа балайтын ырымшыл халқымыз көкек дейтін құстың ұшқалақ әрі жеңілтектігін ұнатпай, айдың атын мейрам атымен атап кеткен. Наурыз қазақ тіліне парсы тілінен келген. Парсы тілінен алғанда нау жаңа, руз күн, яғни наурыз жаңа ай емес, жаңа күн дегенді білдіреді. Астрономиялық есеп бойынша көкек айының 21-нен 22 жұлдызына қараған түні аспан денелері өзінің алғашқы айналу нүктесіне қайта айналып келеді екен. Сонда күн мен түннің, ыстық пен суықтың, қыс пен жаздың, қараңғы мен жарықтың теңеліп, жаратылыстың керемет сәтінде ұлыстың ұлы күні наурыз кіреді. Халқымыздың таным-наным болжамы бойынша күн мен түн тепе-теңдікке жеткен кезде әуеде ғажайып бір гуіл мен діріл естіледі. Сол әуедегі үнді әз деп атайды екен. Әз өткенде бүкіл жан жануар, күллі өсімдік дүниесінде, жалпы тіршілік әлемінің бойына қан жүгіріп, қайта түлеп жаңарады. Ескінің ауырлығы кетеді. Алайда әздің әуеде жүргенін әдетте ешкім байқамайды. Оның өткенін қой малы алдымен сезеді екен. Қой аспанға қарап жамырап, маңырап, тұрып қалатын көрінеді. Соны көрген малшы жас қабары келді деп қуаныпты. Әз болмай мәз болмайды, немесе әз болмай жаз болмайды дейтін нақыл сөздер содан шығыпты. Қазіргі қойлар да әз гуілін ести алмайды. Өйткені көкті де, жерді де үздіксіз гүрілдеп жататын техникалық дыбыстар басып кеткен. Наурыз мерекесін, жыл басы салтанатын дүние жүзінің бірқатар елдері Үндістан, Иран, Афганистан, Кавказ, Орта Азия халықтары өздерінің төл мерекесі ретінде тойлайды. Әрбір халықтың өзіне тән таным-нанымы, салт дәстүрі болғандықтан наурызды қарсы алып тойлаудың өз үлгілері, өз қағидалары қалыптасқан. Сол сияқты біздің қазақ халқының да басқаға ұқсамайтын сұлу салты, жарасымды жөн жоралғысы бар. Қазақ секілді көшпенді жұрттың наурызды қастерлеп қасиеттеп ерекше мерекелеуінің үлкен мәні болған. Наурыз келгенде қыс құрсауы босап, жер арқасы жібіп, жаңа тіршілік басталады. Табиғат ана түлей бастайды. Жан-жануар, құрт-құмырсқа, өсімдік әлеміне жан кіреді. Одан ары қарай мал төлдеп, елдің аузы аққа тиіп, уызға жариды. Жыл қыстары келіп, тынысы кеңейді, көңілі сергейді, тірі жан иесі күн шуағынан күш алады. Қазақ елінің ардақтап та асыға күтетін жыл мерекесі, шаруа тойы, табиғат мейрамы осы наурыз. Бұл күнге әрбір отбасы қыстан бастап дайындық жасаған. Қысты соғымның айтайық шеке, жамбас, жілік, қазы дегендей қадірлі мүшелерінен әдейі арнап сүрін сақтайды. Наурызға ашамын деп әжелер қарындағы майын, жен, құрт, ірімшік деген секілді тағамдарды алдын ала үнемдеп қамдап жүреді. Шешелеріміз мұндай дәмдерді ұзын сарының сыбағасы деп те атайды. Ұзын сары келетін шақ деп қазақтар көктемнің көкөзек кезін айтады. Қысқы соғым таусылып, мал әлі төлдемей, айран сүт уызға жарымайтын малдың арық кезін айтады. Адамның да өңі өзгеріп, қуқылданып, көзі қарығып, жылы жазды сарыла күтетін кезең. Сондықтан аналарымыз наурызға деп жоғарыдағы тағамдарды көзден таса жерлерге тығып жүруші еді.
Наурызға дайындықтың тағы бір түрі қол өнермен байланысты. Қолы шебер, іскер апалардың жөн көрсетуімен қыз келіншектер ою ойып, кесте тігіп, шашақ түйіп, құрақ құрап, түскиіз сырмақ, аяқ қап, төсек жапқыш секілді үй бұйымдарын жасаумен айналысқан. Отбасына кем дегенде осындай бірер затты қосуға тырысады. Қыздар әкесіне, аға інілеріне тақия тігіп, бет орамал кестелеп, Наурыз күні тарту үйтуге дайындайды. Ұл балдар да қарап қалмайды. Ағаштан ожау, қасық, тостаған, саптаяқ секілді өздерінің қолынан келгенін жасап, үйге қажет дүниенің қолдануына септігін тигізеді. Қыз келіншектер Наурыз күні өз қолдарынан шыққан сәнді бұйымдарын үй ішіне жайнатып іліп тастайды. Ауылдағы жас үлкен әжелер мен апалар оларды көріп сараптайды. Пәленшенің түскиізі көз тартарлық көрікті тігіліпті. Әй, түгеншенің жүп жапқышы ай шықты, өрнегі анық шығыпты деген секілді мақтауларды бағыштап басқаларға үлгі етеді. Іс тігушілер өнерінің жұрт алдында бағаланарын білгендіктен әрқайсысы басқаға ұқсамайтын өз өрнегін, өз нақышын табуға күш салады. Соның нәтижесінде жастардың ісмерлігі, шеберлігі шыңдалып, халық өнері түрленіп дами түскен екен. Наурыз жақындап қалғанда үйдің айналасын күл қоқыстан тазартып, текемет, сырмақ, алаша кілемдерді шаң тозаңнан қағып, кірлі нәрсе қалдырмайды. Әсіресе орамал, дастарханды жуып, отбасын мерекеге дайындайды. Ерлер жағы шаштарын алып, сақал мұрттарын басып дегендей. Әйелдер болса, балаларын жуындырып, тырнақ шаштарын алғызып, бұрым, кекіл, айдарларын сәндеп, қарапайым болса да балаға бір жаңа киім әзірлейді. Өздері де кимешек, орамал шаршыларын ағартып, әйтеуір бір әдемі, абыр-сабыр қуанышты қарбалас тіршілікке кірісіп кетеді. Жаңа жылды қасиетті Наурыз күнін тазалықпен, ақ ниет шынайы пейілмен қарсы алса, жыл бойы жақсылық болады. Ауру сырқау аулақ жүреді дейді. Айтса айтқандай, тазалық бар жерде денсаулық бар деген емес пе халқымыз. Көпті көрген жас үлкен әжелер адыраспан немесе аршаны тұтатады. Уа, пәлекет, пәлекет, ері баққан сумен кет, көтерілген бумен кет, қызарып батқан күнмен кет, қарайып батқан түнмен кет, жақындамай мал басқа, тау таста өлген аңмен кет деп, үйдің іші сыртын, мал қораны түгелімен аластап шығады. Алас сөздерінің айтушысына қарай түрлі-түрлі қып айтылады. Біреу тақпақтап, енді біреулері әуенмен айтады. Қалай болса да таза ниеттен шыққандықтан қырсық қашып, ырыс кіретініне сеніп, көңілдері сергіп, бойлары жеңілдейді. Сонымен бірге кетік ыдыс, сынық, қасық секілді тозығы жеткен ұсқынсыз нәрселерді отқа жағады. Күн көзі аз түсіп, құстан ұялап қалған кесір кесапат, жала, ауру сырқау иісі, бұрқыраған адыраспан арша түтіннен кетеді. Айнала залалсыздандырылады. Ұлыс күні таза үйге кіреді. Сонда құт береке қоса енеді деген нұсқалы сөз бар. Бұл бір жағынан негізсіз, тіреу жоқ сөз емес. Адыраспанның, аршаның ерекше емдік қасиеттері бар екенін медицинада дәлелдеп отыр. Адыраспан туралы білгіңіз келсе, осы менің парақшамда айтылған. Тыңдап көріңіз, пайдасы тиер. Ертең Наурыз деген күнде тазартылған үйдің төріне шырақ жағылады. Ей, Құдайым оңдасын, қызыр келіп қолдасын, бас аман, мал түгел боп, береке бірлік орнасын деген сияқты әркімнің жүрегінен шынайы ақтарылған тілек тілейді. Бірде Қызыр баба, кейде Қыдыр баба деп атайтын жебеуші кие түнін күтеді. Қызыр түні оты маздап, қазаны қайнап, жарығы жанып тұрған үйге Қыдыр бабаның мейірімі түседі. Көз қырын салады. Сол үйге құт кіреді деп сенім білдіреді. Саналы адам жыл бойы істеген істеріне, өткізген тіршілік күндеріне
өз арының алдында есеп беріп, біліп жасаған, білмей жасаған қателік күнәларына жаратқан иемнен кешірім сұрап тәубеге келеді. Алдағы өміріне медет сұрайды. Сенім, ғажап күш, ол адамға рухани қажыр қайрат береді. Табыну, сыйыну пенденің ішкі жан дүниесінің болмысының тазаруына жол ашады. Адамгершілік, мейірім сезімін оятады. Қызыр түнін күзеткенде ұйықтайтындар кемде-кем болған. Үлкен кісілер өткен кеткен замандарда қиқая қозғап әңгіме шертеді. Жыл ішінде өмірден озған адамдардың игі істерін естеріне алады. Бірде шаткөл болып, бірде қапашөл болып жүріп, көңілдің қашан тынарын кім біліпті. Ол бір Құдайдың қолында. Әлі де дәм тұзымыз бар екен. Осы күнімізге жеткенімізге шүкір. Наурыз күткен күнде тілеген тілек келеді деуші еді. Күніміз ұлысты болғай, жеріміз ырысты болғай. Жасаған ем жасқа ерте өлім бермесін, қартқа бейнет бермесін деп тілеуқор ақ ниетпен салихалы сөздер айтады. Қыз-келіншектер сол қарияларға бел көтер деген тағамды арнайы дайындап әкеледі. Майлы қазы, сары май, сөк, ақ ірімшік, бал, мейіз, аздаған сүт қосып, келіге салып, жанши отырып, жақсылап түйеді. Сонда түске жұмсақ, тілге тәтті, әрі өте нәрлі дәм болып шығады. Бұл қарттарға көрсетілетін ерекше сый құрмет екен. Жас келін қыздардың мұндай қамқорлығына дән риза болған аталар мен әжелер алғыс баталарын беріп, тамаққа емес көңілге тойып, марқайып қалатын. Ал апалар болса, ертеңгі наурыз көженің бидайын бұқтырып, құр тезіп дегендей мерекеге дайындықтарын жасап жатады. Қызыр түнін күткенде жақсылыққа жаны құмар халқымыздың тағы бір мәнді ырымы болған. 7 ыдысқа сүт, айран, таза бұлақ суын құйып, бидай, тары, сұлы, арпа, күріш, бұршақ секілді дәндерді салады. Бұл көктен жаудырсын, жерден өндірсін, ақ мол болсын, астық көп болсын, іргемізге ырыс ұяласын деген пәк көңіл шын жүректің тілеуі. Наурыздың таң шапағын, көкжиектен көтерілген күннің қызылын көруді әке-шешелеріміз бір ғанибет санаушы еді. Наурызда күннің алғашқы сәулесіне маңдай тосып, шұғыласына бөленсе, адамның бойына нұрлы күш-қуат тарайды делінеді. Ұлыстың ұлы күні адамдар әдемі киімдерін киіп, мәре-сәре қуанады. Наурыздың амандасу салты әдеттегі құлақ үйреткен есен саулықтардан бөлек болып келеді. Ұлыс оң болсын, қайда барсаң жол болсын, ұлыс береке келсін, наурыз құтты болсын, қыздар дарысын, жасың құтты болсын деген сияқты тағы басқа да жүрек жарды тілектерді айтып сәлемдеседі. Бұл күнге жеткен де бар, жетпеген де бар. Айдан аман, жылдан түгел өтейік деп, тіршіліктеріне, сау сәлемет көріскендеріне шүкіршілік етеді. Наурыз мерекесінде әрбір үй кезекпен наурыз көже жасайды. Наурыз көжеге су мен тұздан басқа 7 түрлі дәм салынады. Бұл жерде тек мынадай дәндер салу керек деп кесіп айтпайды, шектеуге болмайды. Әркім қолында бар азық түлігіне қарайды. Көже қыстан сақталған сүрдің сорпасынан жасалады. Сөйтіп наурыз күні қазандар көжеге толып, елдің келуіне дайын тұрады. Ауыл ақсақалдары бастаған кісілер көже салған үйлерге кезекпен кіріп, қонақ болады. Әдетте әйелдер мен балалар ыдыс ала жүреді. Өйткені үй иесі келмей қалғандарға сыбағасын беріп жіберетін болған. Осылайша әр үйден құйып әкелген көжені өз үйінің қазанында қалған көжеге қосады. Бұл дәм тұзымыз аралас көжедей дәмді қатынаста болайық. Бір-біріміздің ырысымыз бірімізге жұғысты болсын деген үлкен ұғымды білдіреді. Ертеде халық ауыл-ауыл болып шағын қыстауларда шашырап отырғандықтан әр ауыл наурыз көжені әр күні беріп, бірін-бірі кезекпен шақырысқан. Көктемнің нағыз
Көкшек шағында жуанның жіңішкеріп, жіңішкеннің үзілер, ұрымтал мезгілінде жүдеп, жадап, сіңірі созылмай, күнде бір үйден нәрлі көже ішіп, мал төлдеуге жетіп, уыз ішеді. Айта кететін бір нәрсе, көжені ыдысқа толтырып құяды. Жаңа келген жылдан несібе ортаймасын дегені. Сол құйылған көжені тауысып ішу керек. Әйтпесе, ырыздығы кем болады дейді. Наурызда қариялар өздері рұқсат етіп, жиналған топты арнап өздері бөлмесе, өз бетінше ешкім бұра тартып бөлек кетіп, сыбаға жеп көже ішпейді. Бұл ынтымақ бірлікті бұзады деп ырымдайды. Ұлыс күні жігіт желең, жасөспірім балалар үлкен кісілермен бірге жүріп, қарттарға қызмет етеді. Қолға су құйып, сүлгі беріп, есік ашып, табақ тартып, көже ұсынып, кебіс кигізіп дегендей, қалайда аталар мен әжелердің көзіне түсіп, ықыласына ілінуге тырысады. Жастар үшін наурыз күні қариялардан бата алу үлкен мәртебе саналған. Оң тізені бүгіп, екі қолды жоғары көтеріп, алақан жая бата сұраған жігіттер мен балаларға ақсақалдар: сұрасаң міне бата, дарысын қызырата, қызырын қияласың, бағы дәулет ұяласын, ел қорғаны батыр бол, гел жырауы ақын бол, төбеңде көк шатыр болсын, тілегіңді тәңір қабыл етіп, жұртқа ісің мақұл болсын әумин деп, күн нұрындай сәулелі, жаныңды жатырататын әнді де мағыналы баталарды береді. Көже жасап, қазан ошақ басында жүрген келіндерді де шақырып, батарын айт. Көже істесең келіңдер, көкке жаққан елшіл бол, бозторғайдай көпшіл бол, ор қояндай көзді бол, шешен тілді сөзді бол, өркенді бол, ойлы бол, өз құрбыңның алды бол. Осылай деп дархан көңілмен, ризашылықпен бата берген. Әрине, наурызда айтылатын ақ алғысты, мазмұнды бата түрлері көп ақ. Тек үлгі ретінде бірер жарымын ғана айтып отырмын. Наурыз тамашасы қыдырып көже ішумен шектелмейді. Палуан күресі, арқан тарту секілді сайыстар өткізіліп, әнші күйшілер, ақындар өнерін ортаға салады. Көптің көңілін көтеріп, мерекені қыздырады. Қыстың қыспағынан енді босай бастаған шақта құшақты кеңге салып көкпар, бәйге, қыз қуу сияқты той ойындарын өткізудің мүмкіндіктері бола бермейді. Наурыз нама думаны көбінесе үйде өтеді. Әйтсе де наурыз нама өткізуші әр ауыл думанды өздерінің қал қадірінше салтанатты әрі өнегелі өткізуге күш салады. Мұның ұйытқысы да, бастаушысы да жастар. Бір ауылдың жастары көрші ауылдың жастарын наурыз намаға шақырып, құрмет көрсетіп, көңіл сыйлайды. Наурызда қараторғай бастап жыл құстары келе бастаған кезде қазақтар ілгері салым күндерге жеттік деп қуанады. Көктем құстарының ішінде елдің ерекше күтіп жүретін құсы бар. Бұл наурыз көк деп аталатын аспан түстес көгілдір, көздері қарақаттай қап-қара, кіп-кішкентай момақан құс. Бала кезінде анам наурыз көкті көргенде шошытып қумаңдар, ол періште құс. Наурыз көгім, келдің бе, аман есен көрдің бе деп шақырып жем шаш деуші еді. Наурыз көктің келуімен қарайлас наурыз шешек шығады. Наурыз шешек өте бір әсем, көп жылдық гүлді шөп. Наурыз шешек сирек кездесетін емдік қасиеті бар, ерекше қасиетті шөп. Наурыз туралы қысқаша үзінді Зейнеп Ахметованың «Бабалар аманаты» кітабынан алынды.